саламатсыздар. Бүгін сіздермен Әсел. Менің кезекті рецебім бұл біздің классикалық шарлотка. Осы видеоны қолдап, менімен бірге осы рецепті жасауларыңызға болады. Сонымен рецепті бастайық. Ең алдымен ұнды елеп аласыздар. Ұнға қантты саламыз, жылтоқты саламыз, сармай не маргарин. Енді қасықтың көмегімен жұмсақ нан елейсіздер. Міне біздің нанымыз сонымен дайын болды. Мен бұны холодильникке жібермеймін. Сразу табаны фольгамен орап аласыздар. Или дайын табы болса да болады. Міндетті түрде кольцо болудың қажеті жоқ. Енді бұны ішіне распределить етеміз. Біргелкі қып бортын көтересіздер. Қандай биікті бұнайды, сондаймен көтеріп пирогтың основасын жасаймыз. Сонымен біздің нан дайын. Некелеріңіз осылай бордюрын көтересіздер біраз. Енді келесі кезекте бізде начинка. Бұл начинкада сметана. Осы сметанаға біз крахмалды қосамыз, қант, бір жұмыртқа. Осыны араластырып біргелкі масса жасаймыз блендердің көмегімен. Начинкамыз болды. Бұған қазір біз бірнеше алманы саламыз астына. Алманы саламыз. Алма кисло-сладкий болу керек. Сол кезде пирогтарыңыз өте тамаша болып шығады. Болмаса міндетті түрде оның болу қажеті жоқ, но жалпы болса өте жақсы болады. Осының барын енді біріктіріп, қосып аламыз, бетін тегістеп 180 градуста вверх-вниз режимде пісірамыз. Сонымен біздің пирог дайын. Вверх-вниз режимде 180 градуста пісірасыздар. Мынау біздің бүгінгі шарлотканың нәтижесі. Қараңыздаршы, қандай тамаша болып шықты. Ортасы құп-құрғақ. Өте тамаша болып шығады. Осылай жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Классический шарлоткаға қарағанда біраз өзгешелігі бар. Себебі бұның қоюландыратын себебі крахмал қосылады сметанаға. Сол себепті қарасаңыздар, творожный масса секілді болып тұр ортасын. Алма сол қалпы. Керемет. Тестаны қараңыздар. Сонымен осылай қайталап жасап көріңіздер. Ұнап жатса, видеома комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Бүгін сіздермен болған Әсел.